Сәлем оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен жаңа сабағымызды бастаймыз. Бүгін өтетін тақырыбымыз адамзаттың ғаламдық мәселелері. Осының ішінде бүгін біз сіздермен қарастырамыз адамзаттың ғаламдық мәселелері және де сол мәселелердің критерийлері. Кеттік. Ресейлік географ Максаковскийдің анықтамасы бойынша ғаламдық мәселелер дегеніміз бұл бүкіл әлемді барлық адамзатты қамтитын, адамзаттың бүгіні мен ертеңіне қауіп төндіретін және шешілуі үшін бүкіл әлемнің елдері және сол халықтар атсалысуы керек мәселелерді атайды. Яғни әлемдік мәселелер, осы проблемалы мәселелердің барлығы бізде адамзаттың ғаламдық мәселелері деп аталады. Ондай мәселелерге мысалы экология, ауаның ластануы, бейбітшілік сақтау мәселесі, денсаулық сақтау осының барлығы кіреді. Ғаламдық мәселелерді анықтау критерийлері ол бірінші, сол мәселенің ауқымы бойынша, ауқымы дегеніміз үлкенділігі, қамтитын аймағы, тағы да басқалары. Сосын сол мәселенің маңыздылығы бойынша, сосын шешімнің күрделі болуы, осылар бойынша ғаламдық мәселелер анықталады. Адамзаттың ғаламдық мәселелеріне мыналар жатады, яғни бейбітшілікті сақтау мәселесі, азық-түлік мәселесі, экологиялық мәселелер, энергия мен шикізат мәселесі, демографиялық мәселелер және дүниежүзілік мұхитты игеру мәселелері. Негізі адамзаттың ғаламдық мәселелері мынадан да көп. Мына жерде сіздерге негізгі мәселелерін көрсетіп отырмын. Түсінікті ғой, Ғаламдық мәселелер өзара тығыз байланысты. Яғни барлық мәселе бір-бірімен тығыз байланысты. Мысалға, бейбітшілік сақтау мәселесі. Егер әлемде бейбітшілік болмаса, адамзаттың осы күнге дейін жасаған барлық прогрессі, дамуы, соның барлығы артқа кетеді. Яғни адамдар дамымай қалады бір орында. Мемлекеттер қирайды, экологияға орасан зор шығын әкелінеді. Тағы да басқа көп деген мәселелер пайда болады, егер бейбітшілік болмаса. Сондықтан ғаламдық мәселелер бір-бірімен тығызды болып саналады. Түсінікті ғой, Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздерге қызықты болды деген ойдамын. Келесі сабақта кездескенше, қош, сау болыңыздар.